Желіде шу, жасанды интеллект кейде балаларға жыныстық қатынас, алкоголь, тіпті есірткі жайлы да жауап бере салады дейді. Шын мәнінде қалай? Келіңіз, бірге тексерейік. Мысалы, Gemini балаларға «мен сенің досың емеспін, компьютермін» деп жауап береді. Бұл қауіпті контентті азайтуға арналған қадам екен. Бірақ бұл жеткілікті ме? Common Sense Media ұйымы зерттеп Gemini'ді жоғары қауіпті төндіретін жасанды интеллект деп бағалады. Балаларға арналған нұсқасы бар болса да, сарапшылар жыныстық қатынас, алкоголь, есірткі туралы жауаптарды әлі де шығарады деп жазды. Google балаларды қорғауға арналған ережелер мен сарапшыларымыз бар дейді, бірақ кей сүзгілердің дұрыс істемей қалатынын мойындады. Зерттеуде басқа чат-боттар да бағаланды. Мына жасанды интеллекттер қабылдауға болмайтын деңгейде қауіпті деп танылса, Perplexity жоғары қауіпті, ChatGPT орташа, ал 18 жастан асқандарға арналған Cloud минималды қаупі бар деп қорытынды шығарылған. Жасанды интеллектке толық сеніп қоюға болмайды. Әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін ата-ананың бақылауы қажет. Жасанды интеллектті жиі қолданатын досыңа жібер.